Мен мынаған шыдай алмаймын. Бірақ жеуге жарамды. Мынау не? Ретро винтаж. Комиссионкалар. Бұл жай ескі құсқылар. Солай де. Бірақ та маңызды емес. Мен ешқайсысына өтініш берген жоқпын. Тоқтай тұр. Жарайды. Саған бір риторикалық сұрақ қояйын. Мынау сен бе? Солай ма? Жоқ, бұл не дегеніңіз? Мықты екенсің. Ұсталды, сағатына 70 шақырым жылдамдықпен. Керемет. Сенің шеберлігің. Сіз бұны ютубтан көрдіңіз бе? Онда мұндай жазбалар көп. Барлығы да жалған компьютермен жасалады. Яғни бұл бейнеде солар секілді. Дәл өзге ғаламшарттың бейнебаяны сияқты ма? Естіп жатырсыз? Ал мұнда не бар? Сонымен. Сен өрмекшісің бе? Буын аяқсыз жазалшы, өрмекші жігіт. Бітті. Мен өрмекші адаммын. Түсінікті, шалбар киген жігіт. Бұл шалбар емес. Таңертең тұрғанда бәрі жақсы болды. Жай ғана тамаша. Сосын пойызға отырдым, аяғыммен керемет қимылдар жасадым, және де алгебра тестімнен бәрі түсінікті. Тағы кім біледі? Біреу бар ма? Әзірше жоқ. Тіпті сенің сүйкімді Май апайың да ма? Жоқ, ол білсе ашуланады. Егер ол білсе, бәрі бітті деген сөз. Мені бәрінен бұрын қызықтырған. Өрмек торың. Жай ғана керемет десек те болады. Оны кім ойлап тапты? Өзім. Тамаша. Мына жапсақ қолғаптармен қабырғаларға жапсасын ба? Оны түсіндіре алмаймын. Мынаны қара, сені мынамен көре аласың ба? Мен қайтамын. Тыңдаңызшы. Мен одан көре аламын. Осы оқиғадан кейін менің сезім мүшелерім 110% істеп кетті. Тым күшті түрлі түсті фон. Жалпы айтқанда бәрі осылай болды. Саған кішкене апгрейд керек. Яғни жаңару, өзгеріс, сондықтан да мен осындамын. Сен не істеп жүрсің? Шынымен айтып тұрмын, мақсатың не? Таңертеңгі шабытты кім береді? Жай ғана. Мен өмір бойы жалғыз болдым, ал бұл жағдайдың болғаны 6 ай ғана болды. Мен оқимын, компьютермен ойнаймын. Және мен футбол ойнауды бастар едім әрине. Бірақ кенеттен мына жағдай болды да. Мынауың бір түрлі екен. Мен не айтып тұрмын? Яғни сіз ешкімге ештеңе айтпайсыз. Егер осындай күшің бола тұра, оны қолданбасаң, сен әрекет жасамағаның үшін әрдайым кінәлі боласың. Сен де қарапайым халықтың тыныштығына үлес қосқың келеді. Солай ма? Мен дұрыс түсіндім бе? Жай ғана қарапайым адамдарды құтқару. Міне менің мақсатым. Аяғымды тартсаң осында отырсам деп ем. Куәлігің бар ма? Жоқ, жүргізуші куәлігі тіптен жоқ. Германияға барып пең? Жоқ. Саған ұнайды? Мен Германияға бара алмаймын. Неге? Бүгін тапсырмаларым көп. Мен естімегенде кейіп танытайын. Жоқ, мен рас айтып тұрмын. Мен мектепті қалай тастап кетемін? Біздің сапарымыз қауіпті. Сенің апайыңа бұл туралы айтсам. Майға ештеңе айтушы болмаңыз. Демек келістің бе? Мынаны алып. Қазір.